Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дәмді өте керемет болып шығатын түрік бөрегінің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны толығымен көріп, маған лайк басып, комментарий қалдыруды және маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең әуелі ыдысымызға ұнымызды салып, үстіне жылы суымызды құйып және бір қасық тұзымызды салып, қамыр илеп аламыз. Барлық құрамдарын міндетті түрде астына жазып қалдырамын. Описаниеден көре аласыздар. Қамырымызды жақсылап тұрып, иі қанғанша басып аламыз. Біздің бөрегіміз әдемі болып шығу үшін және қамырымыз жақсы шығу үшін иі қанғанша басып аламыз. 15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін біз салмасына фаршымызды дайындап аламыз. Үстіне ұсақтап туралған жуамызды саламыз және тоз бұрышымызды дәміне қарай салып араластырамыз. Және үстіне кішкене су құямыз. Біздің фаршымыз сочный болып шығу үшін кішкене су қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Дөңгелектеп аламыз. Достар, видеоны толығымен көрген болсаңыздар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Осындай дәмді рецептілермен бөлісетін боламын. Енді ары қарай қамырымызды оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Кішкене ұн сүйіп, осылай жайып аламыз. Ары қарай жүгері крахмалмен арасына сүйіп, бір-бірінің үстіне салып, оқтаумен жаятын боламыз. Егер ұн сүйбетін болсаңыздар, біздің бөрегіміз қатты болып кетуі мүмкін. Сондықтан жұмсақ болу үшін жүгері крахмалын салғандарыңыз жақсы. Осылай видеодағыдай ысып шығамыз. Крахмалымыз бітіп қалып, арасы жабысып қалмас үшін қарап әлсін-әлсін сүйіп тұрыңыздар. Одан кейін үстіне ертілген сармайымызды жағып шығамыз. Арасы қытырлақ, дәмді болып шығу үшін міндетті түрде сармай жағамыз. Түгелдей жағып шығамыз. Енді үстіне фаршымызды жұқалап жағып шығатын боламыз. Осылай түгелдей жағып шығамыз. Ондай қалың етіп жақпайсыздар. Кішкене жақсаңыздар жеткілікті. Болғаннан кейін үстіне ораймыз. Осылай видеодағыдай бүктеп, протеинімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Үстіне осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Біздің бөрегіміз жылтыр, әдемі болып шығу үшін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Бетін әдемілеу үшін үстіне күнжіт себеміз. Қара күнжіт те себуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. 180 градус пешімізде 30-40 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады.